Өзіңді тексермен, өзімнің жетістіктерімді тексеремін. 30-шы сабақ. Есепте. Санды 0-ге көбейтсек 0 шығады, санды санға бөлсек 1 шығады. Санды 1-ге көбейтсек санның өзі шығады, санды 1-ге бөлсек сол санның өзі шығады. Ол түсінікті. Есепте салыстыру. Сантиметр квадрат, дециметр квадрат, метр квадрат шамаларының мәндерін салыстыру, оларға амалдарды қолдануды түсінемін. Келесі 3-ші қолдану мүмкіндіктер тармағын құрамын. Мүмкіндіктер тармағын құрып есепті шығар. Балалар бөлмесіне дөңгелек немесе шаршы пішінді үстел сатып алуға болады. Оған қоса 3 түрлі көк, қоңыр, қызыл орындықтар бар. Балалар бөлмесіне бір үстел, бір орындық таңдау мүмкіндігін құрыңдар. Қанша нұсқа бар? Бұл жерде 6 нұсқа болады. Үстел түрі 2, дөңгелек және шаршы. Ал орындықтар саны 3 түрлі көк, қоңыр, қызыл. Осыларды мүмкіндіктер тармағын құру үшін шаршы үстел көк орындықпен, қызыл орындықпен және қоңыр орындықпен. Ал дөңгелек үстел көк орындық, қоңыр орындық, қызыл орындықпен 2-ден топтас, сонда 6 тармақ шығады. Талдау. 2 және 3 амалдан тұратын шамалар арасындағы байланысқа берілген есептерді талдап шығара аламын. Есепті шығар. Қарындаш 9 теңге, өшіргіш 8 теңге тұрады. Егер 5 қарындаш және 4 өшіргіш алсақ, барлығы қанша теңге төлеу қажет? Бағасы. Бізде қарындаштың бағасы 9 теңге, саны 5. Құнын табу үшін 9-ды 5-ге көбейтсек 45 саны шығады. Келесі өшіргіштің құнын табу үшін бағасы 8-ді саны 4-ге көбейтсек 32 шығады. Сонда құны 32 теңге болады өшіргіштің. Барлығын табу үшін 45-ке 32-ні қосып 77-ні шығарамыз. Барлығы 77 теңге болады. Келесі есеп. Жинақтау. Берілген белгілері арқылы сандар жиынының құрастырамын. Олардың қиылысуын және бірігуін құра аламын. Әрбір жиынның элементтерін жаз. Берілген 2 жиынның қиылысуындағы элементтерді жаз. Бұл жерде 2 таңбалы сандар және тақ сандар жиыны берілген. Екеуінің қиылысуындағы сан 13. Келесі ә нұсқасында 3-ші сыныптың оқушылары және қыздар дейді. Екеуінің қиылысуы сая. Сая 3-ші сынып оқушылары және қыздарға да жатады. Бағалау. Жақшамен берілген өрнектерді оқу және жазу кезінде көбейту мен бөлу компоненттері атауы дұрыс қолданылғандығын тексере аламын. Әлия өрнек пен оның жазбасын дұрыс байланыстырды ма? Қатесін тексер және есепте. 2 қосындының көбейтіндісі. Яғни бұл жерде 2 қосындының көбейтіндісі жақша арқылы өрнектеледі. 2-ге 9-ды қосып және 3-ге 2-ні қосып екеуін көбейтеміз. Сонда 55 саны шығады. Келесі 2 көбейтіндінің айырмасы. Яғни бізде 2 мен 5-ті және 3 пен 2-ні көбейту арқылы олардың айырмасын аламыз. Келесі қосынды мен санның бөліндісі. Бұл жерде дұрыс. 22 мен 5-тің қосындысы және олардың бөліндісі 2 жақша. Осы жақшадағы амалды орындап 3-ге бөлеміз.